қор балаларға 2025 жылдың үлесі өзгере ме? Қаржы министрі Мади Такеев келесі жылы ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында балалардың есеп шотына қанша қаражат аударылатыны туралы айтты. Сенаттың жалпы отырысында депутат Нұртөре Жүсіп үкімет пен ұлттық банк өкілдеріне балалардың бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаражаты инфляция мен құнсызданудан қалай қорғалатынын сұрады. Ұлттық қор балаларға бағдарламасы аясында биыл 1 ақпаннан бастап Қазақстан азаматтары саналатын барлық баланың жинақы қорына ұлттық қордан алғашқы қаражат түсті. Бағдарламаға 6,9 миллион бала қатысты. Осыған байланысты сұрақ: ұлттық қордан мақсаты қордың активтеріне және ұлттық қор балаларға бағдарламасының іске асырылуына қалай әсер етеді? Біз келешек ұрпақтың қалтасына қол салып жатқан жоқпыз ба? Бұл қол салғанда мол салып отырған жоқпыз ба? 2024 жылдың аяғына дейін және келесі жылдары әрі балаға қанша қаражат аударылады деп сұрады сенатор. Қаржы министрі Мади Такеев балалардың есеп шотына аударылатын қаражаттың доллармен сақталатынын, сондықтан ол инфляциялық әсерден қорғалғанын айтты. Сонымен қатар бұл сома ұлғайып отырады. Инвестициялық кіріске келесі биыл 2,6% есептедік. Келесі жылы инвестициялық кіріс 3%-ға дейін болады деп болжап отырмыз. Сондықтан 1 қаңтарға қарай 118 120 доллар болып отырмыз. Бірақ 1 ақпанға дейін бәрін нақтылап, нақты көрсеткіштерді айтамыз, деді Такеев. Осылайша келесі жылы балалардың есеп шотына бұрынғы 100 доллардың орнына шамамен 120 доллар түседі. Айта кетейік, қарашаның аяғында қаражат министрлігі 2025 жылы ұлттық қор бағдарламаға жобасына 888,8 миллион доллар мақсатты түрде бөлінетін хабарлаған болатын. Бұл қаражат 18 жасқа толған қазақстандық балалардың есеп шотына аударылады. Балаларға ұлттық қордан қаражат аудару 2024 жылы 1 ақпаннан басталған. Ақпараттың пайдалы болса, арнаға жазылып, лайк басып қолдап қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.